Қайырлы күн, лайк қоямыз және бөлісеміз эфирмен. Қайырлы таң, лайк қоямыз және бөлісеміз эфирмен. Сәлеметсіз Гүлнара. Бұзық, қош келдіңіз. Жақсы, бұзық, өзіңіз қалайсыз, не жаңалық болып жатыр? Мен туралы әлем ақпараттары не жазып жатыр? Сіз менің жеке пресс-секретарым болдыңыз ғой. Маған айтып беретін әлем ақпараттарынан мен туралы не жазып жатқандар. Жақсы, асықпаңыз, айтам дейді. Жақсы, бұзық. Пресс-хатшы. Сіз менің пресс-хатшымсыз, иә, бұзық. YouTube, Telegram, WhatsApp каналдарына тіркеліп қойыңыздар. Және Шахиня үш деген аккаунтқа да осы жердегі тіркеліңіздер. Сәлеметсіз, Тоша. Өзім сенем, сізге жақсы көрем дейді Гүлнара. Мен де сізді жақсы көрем. Мен шындықты айтам тек. Тек қана шындықты. Шындықты айтатын жалғыз мен ғана. Сіздің шашыңызға қызғам қалай уход жасайсыз дейді Тоша. Ешқандай уход жасамаймын. Жай шампуньмен жуам, өте жай, құрғақ шашке арналған деген. Рисовый, күрішпен, күріштің суымен. Ана шаш неге жаман болады? Ана құрғайды ғой шаш. Оны нарықтандыру керек шашты. Күріштің суы, айран, солар жақсы тамақтандырады. Шашты тамақтану керек. Сонымен тіркеліп қойыңыздар. YouTube, Telegram, Шахиня деген каналдар бар. WhatsApp канал Шахиня деген тағы да. Және Шахиня үш аккаунтына тіркеліңіздер қосымша. Сәлеметсіз, юзер 61. Сер, қош келдіңіз.
Сәлеметсіз оқиса. Бүгін күн жақсы болатын болды дейді 161. Иә. Ауа райы жақсы бұл. Сәлеметсіз бе? Сіз көргені қуаныштымын. Мен де қуаныштымын деді айт. Көргенім үшін сізді. Қош кірдіңіз эфирге. Атақты Евроньюз телеканалы сіз туралы былай айтып жатыр дейді қызық. Ал басталды, мен пресс-хатшым жатыр. Қазақстаннан шыққан екінші ванга сол елдің президенті Тоқаевты қорқытып дейді. Ол болашақта, я 10 жылдан кейін. Сіз болашақта жаңалықтарды көріп отырсыз ғой. Әбден ықтимал. Мүмкін 5 жылдан кейін. Қазір айтып жатыр дейді бұл. Өте жақсы. Қуаныштымын. Ұрпақты болған Шахин ханым мен туралы не дейсіз дейді. Бені WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Модераторлар жазсаңыздаршы WhatsApp 8701 742 71 13. Қазақ қуаныштымын, міне кірді, модератор. Қайырлы таң жанар. Қуаныштымын кіргеніңізге. Қазақ рахмет. Қазақ закреп жасалмай тұр ма? Қазақ менің WhatsApp нөмірімді жазып қойды. Жақсы жанар, өзіңізші. Рахмет, қазақ. Осы Махди, ол мұсылманский антихрист дәджжал ма дейді. Иә? Дәджжал ол. Аттар әртүрлі. Бірақ бәрі біреу.
Болашақта Алматыға көшкім келеді дейді Оқиса. Көшесіз. Сәлеметсіз Әйгерім. Жоғалған затты айтасыз ба? Иә, Әйгерім, ол үшін WhatsApp-қа жазу керек, Загребте тұр. Сәлеметсіз, алған тұмарымыз теріс жақтарда әсері бар ма? Мысалы, настроение болмай дегендей дейді. Золоты ақтау. Ол ана әдейі сіздерге қара күштер жиналады жан-жағыңызға. Тұмар неғұрлым мықты, олар жақсы көреді сол тағып жүрген адам. Сондықтан көңіл күй болмауы мүмкін. Ол жаңа оның жамандығынан емес, оны соған әуес болады тылсым дүние. Өйткені анық көреді кім тағып жүрген. Сондықтан олай да болуы мүмкін. Әйгерім алдымен жазып аласыз, сосын белгілі болады WhatsApp-қа. Бәле неге мұслим бен христиан оның артынан ереді деп ойлап едім дейді. Иә, бәрі сол атауы. Жаңағы Махти, Машиях, Мәди дейді, неше түрлі. Дәджәл бәрі біреу ғой. Бірақ Алматыда үй мықты қымбат екен дейді Оқиса. Иә, бұл жерде жаман бір сарайлардың өздері $40,000 тұрады. Ең арзан жаман құлақ қаған сарай бар ғой, бір бөлмелі құлақ алып тұрған. Сол $40,000 ең арзан сол Алматы. Бәсе неге? Иә. Айттым, нөмір дейді. Әйгерім, Загребте қазақ іле салыңызшы өтініш, мына Әйгерім жазсын. Тағы да Загребке менің нөмірімді. Жоғарыда отырғандар көбі рептилий дегенді рас па? Адам емес дейді Жанар. Иә. Рептилийлар ғой сол. Өрт қойып жатқан жерлерге болашақта жер бетінде адамдарға лагерь салынады деген рас па жөйттердің? Иә, рас Жанар. Мен бүгін сол туралы Telegram каналыма ақпарат салдым, видео. Қараңыздар соңғы видео, сол. Telegram каналға тіркеліңіздер, керек ақпараттарды аласыздар не жатқан. Олар өрттерді ұйымдастырып жатқаны ақылды қалаларды салады Жанар. Ақылды қалалар деген олар түрмелер, концлагердің жаңа түрі, заманауи концлагерлер олар. Соны ақылды қала деп атап қояды, ол 15 минуттық қана жерге бара аласыз, соның ішінде тұрған кезде одан артық жүре алмайсыз. Өзіңіздің дүкендеріңіз болады, ішінде өзіңіздің балабақшаңыз, бұрынғыдай былай жүре алмайсыз басқа жаққа барып. Сол ақылды қалаларды салу үшін әлемді өртеп жатыр олар. Ешқайда қаша алмаймыз ба сонда? Өкінішке орай солай. Тек қана аналарды құрту керек, басқаша амалы жоқ. Бірақ оны құртатын кім бар? Оған өз сияқты мықты адам болу керек, ондай жоқ қазір. Қайырлы күн, Нәсел. Арқа туралы айтасыз ба дейді. Арқа әсел өтпеу керек, тек қана өзіңіз салған, өзіңіз арнай жасаған арқа болмаса, мысалы үйіңізде немесе өзіңіз жасаған бір жерде. Ал мына көшелердегі арқалардан өтпеу керек, ол жылға сіз қуат бересіз, содан өткен кезде. Сол жерде тек арқа қойылған кезде дуа оқиды, қара дуа арнайы. Сол өткен сайын кім өтсе де бәрінің тартып отырады қуаттарын, өмірлік. Астанадың ұнамай жүр, білмеймін не екен дейді Оқиса. Астана ол жасанды қала, жаны жоқ. Алматының жаны бар қала. Алматы кең, үйден басқасының бәрі арзан. Жұмыс істеген өте көп. Әрине ақшаны төлемақын төмен төлейді. Бірақ әйтеуір аштан өлмейтініңіз анық. Үнемдеп өмір сүруге болады. Бірақ енді үйлер өте қымбат. Ең қымбат сол үйлер ғой Алматыда. Қалғанның бәрі арзан. Әйгерім ұмытып жіберді, сұрағымды қояйын деп едім дейді. Қазақ қазір есіңізге түсетін шығар. Арқадағы қуаттар кімге барады? Жындарға ма? Иә, жындарға солар тамақтанады. Үйде бар бұрынғы үй иелерінен қалған ол қалай? Ол жақсы бола береді. Ол үйдің иесі өзі салды ғой. Өздері үшін жақсы өмір сүру үшін саған ниеттерімен. Ол дұрыс. Ана промышленный арқаларын өтпеу керек, көшедегі салатын. Тамақ жақсы Алматыда дейді Арника. Иә, Алматыда сосын енді талғам көп, не таңдасаңыз да әр түрлісі бар, неше түрлісі. Және керек бағаға өте арзан, тиын тебенге бар. Бәрі арзан. Сізге де рахмет, Әсел. Жалғыз-ақ Алматыда үй ғана қымбат. Өте қымбат. Қалған нәрсенің дүниенің бәрі арзан. Тіпті арзанға магазин табасыз, анандай базарға бармай, магазиндерде қазір арзан дүкендерден.
неден базардан арзан бағасы. Малайзияда үй кезет бірден, бірақ Малайзияда үй бассейн мен тренажерный зал бар ЖК-да дейді. Я, қазақ дұрыс айтасыз. Араб әмірліктерінде де сол бассейні бар. Әр пәтердің мынандай салынған көп қатарлы балкондарында бассейн бар. Кішкентай бассейн балкондарында әрқайсының. Біріккен Араб әмірліктерінде. Бізде ондай үйлерді салмайды. Сосын кейін оларда ағаш бәрін егіп қояды, әдемі балкондардың өзіне ағаш егеді. Сонда бір орман сияқты әдемі болып тұрады. Тұрғын үй қазіргі заманауи, бірақ керемет лоджиялары, балкондары. Бізде ондай үйлер салмайды. Бізде құлдарға арналған салады. Ана жаңа ЖК-ның өзі құлдарға арналған үйлер бізде. Өйткені ештеңке жоқ, көлемдер кішкентай, 25 метр. Не ол 25 метр деген, не пәтер ол? Соның өзін дүниенің ақшасына сатады ЖК-лар. Бір бөлмелі пәтер 25 метр. Жоқ, қалай ол 25 метр? Сол құрттай бірдеме салады, бірақ сырты әдемі болып тұрады. Сондықтан бұл жерде Қазақстанда онда әдейі солай істейді. Колизей ол Римнің несі сахнасы, зәулім сахнадағы әлемдегі ол жерде ұлы императорлар қойылымдар әртүрлі қоятын, гладиаторлар ол жерде көбінесе төбелесетін. Спорттық және шығарма алаңдары арнайы жасалған. Қазір әр адамдарда қанында нейрондар бар дейді, химтрейдер шашқан ауамен ұштамыз қалай тазалау керек оны дейді жанар. Оны тазалай алмайсыздар, өйткені сіздер тазалаған сайын ол күнде сеуіп отыр. Күніне бірнеше рет олар себеді. 10 шақты рет күніне себеді әрі-бері ұшып. Түнде себеді ең көп сол 5-6 рет, күндіз 3-4 рет дағы себеді. Асылхан, рахмет күліңізге. Ол тазалағаннан пайда жоқ, өйткені бәрі күнде сіздерге сеуіп жатыр. Сіздер үлгере алмайды денелерің шығарып уды, күнде сеуіп жатыр ғой. Әсел, рахмет күліңізге. Керемет күлдеріңіз. Тамаша, раушан гүлдерді сондай жақсы көрем. Жаудырды маған әсел гүлдерді. Вавилон туралы айтасыз ба дейді. Вавилон деген ол жұмағы болатын адамзаттың, бірақ жөйттер оны жамандап тарихтан алып тастады. Адамзаттың салған жұмағы болатын. Оның ішінде Сады Семирамида деген болған. Армыс Баққан Ләззат. Семирамида бағы болған. Семирамида деген патшаның әйелі болатын. Сол кезде соған арнап патша бақ сағын, ол бақ дүние жүзіндегі ең үлкен бақ болатын. Қазір парк дейді ғой, саяжай. Ең үлкен әлемдегі саяжай, соған бәрі келіп жүретін. Бір күнде оны аралап біте алмайтын. Өйткені таудың басына да салған былай баспалдағы ретінде, оның ішінде фонтандарды саған бірінші. Адамзаттың ең әлі күн асалмаған бақтардың бірі. Қазіргі заманда ондай бақ бәрі салынған жоқ. Көлемі сондай үлкен, әдемілік сондай. Бірақ жөйттер ол тарихта әдейі бұзып, оларды бұрмалап, жезөкшелердің астанасы деп Вавилонды киноларды шығарып, соған енді адамдар бәрі соны ғана қарайды, ана жезөкшелер болған екен, сосын Құдай оларға ашуланған екен, құртқан екен, Вавилонда сондай екен, бұндай екен деп. Вавилон ол жұмағылатын адамның. Нағыз сүйіспеншілік, тазалық, нағыз рухани жаратушыға ризашылықпен жасалынған. Ал қазір Вавилон деп ана ойын, шын сайтаның ойын ойнайтын жерін Бабилон деп атайды, мысалы балалар ойнайтын жерді. Әдейі жөйттер бәрін бұрмалайды, есіңізде болсын. Олар бір тамаша нәрсенің атын алады да, соны кір қоқыс, лас, жезөкше, қылмыс сондай атын қойып қояды сондай. Яғни қазір мына ең жаман нәрселер аталып жүрген, негізі ол атауы керісінше жақсы бұрын қуат беретін адамға. Сіз айтқандай ойымызбен өзгерте аламыз ба өмірімізді адамның ойы ма дейді жанар. Егер адамдар таза болса, бірақ олар қазір таза бола алмайды. Өйткені мыналар сондай қоғам құрды, бір-бірінің етін жеңдер деп, бір-бірін жеңдер деп. Әдейі сондай жүйе құрды ғой бұлар. Қатып жатыр дейді, қатырады бұлар. Адамдар да кіргізбей отыр. Бұның тиктоктың иелері жөйттер, білесіздер ма? Қытайлар емес. Қытайлар ол құлдары құр Құл қарабаңды отыратын жазғаныңды орыстар тағы қарайды, ана Мәскеуде осы тиктокты қожайындары. Сондықтан сіздер ойламаңыздар, бұл Қытай деп. Қытай емес. Қытай ол жалпы брендтің иесі, жалпы бренд тикток деген бүкіл әлем бойынша иесі. Ал мына біздің Қазақстанда
жұмыс жасап тұрған тиктокты қадағалайтын жүйіттер орыстар арқылы қадағалайды. Мәскеуде орыстар отырады және қазақ тілді қазақтар да отырады, сатқындар солар қарап отырады, тыңдап, сосын бұғаттап отырады. Сондықтан бұл жүйіттердікі міне тикток. Түсініп отырсыздар олар қалай? Тікелей емес, орыстардың сол модераторлар тексеріп отырады сен айтқанын сөйлегеніңді. Орыстар олардың құлдары, көтшалақтары. Солар тексереді. Және сатқын қазақтар тексереді. Сіздер айыру білулеріңіз керек. Мына брендтің иесі және кім нақты иесі. Брендтің иесі Қытай, я тикток деген брендтің. Ал бірақ нақты иесі қадағалап, тазалап, құртып отыратын бәрін өздеріне ұнамаған блогерлерді, олар жүйіттер. Бірақ жүйіттер өздері оны істемейді. Олар орыс арқылы істейді, орыстар арқылы. Орыстар көтшалақтары және сатқын қазақтар. Солар тексеріп отырады, қазірде қарап отыр. Бүкіл әлеуметтік желілер солар иелері, түсініңіздер. Я менің бір видео өшіріп тастады, бүгін қолдан жасап жатқан песчаный буряны блокқа кетеді деп келді дейді жанар. Олар ондай жібермейді. Сіз ана шындықты қалай айтып жатасыз? Олардың қарулары қолданып жатқан адамзатқа жер сілкіндіріп әдейі әртүрлі қарулар сеуіп жатқаны, және қолдан жасаған песчаный буряның бәрін олар қолдан жасады. Ана қаруды, тектоникалық қару дейді, соны пайдаланып. Оны жібермейді. Бұғаттайды. Менің бұғатта қалып отыр. 3 нарушение болды деп 2 аккаунтта. Мен ештеңке салып отырған жоқпын қазір. Мына жерге бір карта салдым, бүгін болды. Шахан түстердің күші бар ма? Түстер ол жай ескерту ғой. Ескерту күші бар деуге болады, ескерту. Алдын ала. Қол шоқпары Бақытхан. Қол шоқпары және көт жалағы құлы. Ол бәрі бір нәрсе ғой, қол шоқпар, көт жалақ, құл деген. Цезарьді салат қылды, Наполеонды торт қылды, ол да мазақтау ма? Қазақ, ол да мазақтау. Бетховенді ит қылды. Өткен жол мен сізге айттым ғой. Сосын кейін ана Вагнерді адам өлтіргіш қылды. Вагнерді, ұлы композиторды. Адамзатқа қанша жасаған. Моцартты да иттің атын қойды, Моцарт деп. Цвета радуги как-то влияет на жизнь? Да, влияют, красочнее, радостнее делают. Поэтому ее используют эти ЛГБТ вот эти вот. Қыз-секелер сондықтан нетеді, пайдаланады. Адамдарды қуанышқа, олар тек естеріңізде болсын, жүйіттер адамды қуанышқа әкелетін әдемі сұлу нәрселерді сондай әкеліп әдейі дәріптейді өздерінің жаман насихаттарын. Мысалы, жезөкше болу үшін, қыз-секе болу үшін жаңағы әдемі түстерді сіздерге көрсетеді. Киноларды әдемі түсіреді. Әдемі кино болып жатыр, бірақ оның ішінде әдемі жігіт пен әдемі қыз есірткі тартып отыр. Әдемі қыз барып бірнеше еркектермен жатады барып. Кішкентай балалар есідерді жынысқа қатынастық түсу, қатындардың есідерді байларын тастап кетіп ажырасу. Сұлу бәрі актерлер, бәрі сұлу. Бірақ дәріптеп жатқандары, насихаттары құлдырату, бәрін жезөкше қылып тастау, және адамзаттың бәрін олар жезөкше қылды қазір. Бүкіл әлем қазір жезөкше. Бәрі жезөкше қазір. Сәлеметсе Ержан, сәлем Зайсан. Еркегі де әйелі де бүкіл әлем жезөкше. Айш, қош келдіңіз эфирге. Сәлеметсе Қаламқас. Сонда жер бетін рептилоидтар баяғы басып алған екен ғой дейді Жанар. Олардың тікелей қызметшілері сол, мына атын айтуға болмайтындар. Айш, рахмет гүлдеріңізге.
түсімде ай аударма келіп қоныпты, елді бәрі таң-тамаша, мен таң қалмадым деп Бақытхан жазды. Иә, сол қазір болып жатқан үрдістер сол. Бояу түстер адам өміріне әсері бар ма, болса қай түс күшті әсер береді? Қызыл түс өте қатты әсер береді. Қызыл түсті көрген адам ылғи қан тілеп тұрады. Ана менің аккаунттарыма тіркеліңіздер, әртүрлі желідегі YouTube, Telegram, WhatsApp каналдарына, және осы жерде Шахинеш деген аккаунт бар. Сәлеметсіз бе, Кәмшат? Бұрынғыдай құстар жоқ қазір, торғайда жоқ, қарлығаштарда жазда келмейтін болды дейді Жанар. Иә, өйткені төбеден сеуіп бәрін қырды олар. Көбі қырылып қалды, төбеден сеуе берген деген олды. Менің ісімді жібермей жатыр дейді Әсел. Жібермейді олар. Бұғаттап жатыр, иә, бұғаттайды. Олар ештеңке жібермейді, сондықтан бағанадан бері отырғаны бір 20-30 адам. Жарты сағат болды, 20-30 адам. Келе жатқан наурыз мейрамдарыңызбен дейді Ержан, бірге болсын. Неге су басып жатыр, бұрын жоқ еді дейді Бақытхан Ләззат. Аналар тектоникалық қаруларын қолданып жатыр, содан бәрі. Алты мың жылдан көп болды кесірткелердің келгеніне. Қазақ ол кесірткелердің келгеніне олар баяғыда келген 100 мың жыл бұрын, бірақ олар билемеген, билеуші болмаған. Олар 6 мың жыл бұрын мыналарды өздеріне кіргізсе, мына атын айтуға болмайтындарды қатарына қосып, қызметші болғаннан кейін олар күшейе бастады, қуат жинап. Олар қуат жинау жолын осылар арқылы тапты. Мыналар сол қара рәсімдерін жасайды, адамзатты билеп отыр, бүкіл биліктерге кіріп алды, әлемдегі бұрынғы патшаларды бәрін құлатып, құртып көзін бәрінің, зиялы қауымның өздері отырып алды бәр жерде, зиялы қауым болып. Адамзатқа күн бермейтін болды ғой, оңбағандар дейді. Олар бермейді, олар әбден құрай тыңбайды, және құртатты. Сөйтіп адамзаттың 5-ші буыны құриды. 4-ші буыны, иә, қазір 4-ші буыны құриды. Сосын 5-ші өздерінің буындары келеді. Сайтан сапалақтары. Былтыр менің бауырым суға кетті, көктемде денесін таппадық дейді Бақытхан Ләззат. Ол туралы WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. WhatsApp біле салыңыздаршы, өтініш модераторлар. Егер аяқ астынан эфир өшіп қалса, таң қалмаңыздар. Яғни мына атын айтуға болмайтындар бұғаттап жатыр деген сөз. Кеше алдым де лақтыр жерсе аяқ астынан. Таң қалмаңыздар. Матрица Әсел, ол жерде шындық айтылған. Қысқа жазуға тұра келеді дейді. Иә, қысқа жазғанда олар жібереді. Ұзын жазғандарды мүлде маған көрсетпейді де олар. Әдейі дағы құлдарға сана керек емес, 2 сөз ғана пайдалансын деп. Онда әдейі құлдарға сана керек емес, 1-2 сөз пайдалансын, сол құлдарға жетеді. Ал олар үшін ойлайтын жасанды сана деп. Енді түсініңіздер ме, байлансын? Неге қазір қысқаша бәрін олар қысқа құлдарға 1-2 сөз ғана жаздырады? Өйткені сіздер жасанды саналарын олардың тыңдауларыңыз керек. Соны айтқан істеулеріңіз керек. Олар солай санайды, бұл құлдарда ми жоқ деп. Бірақ енді бір жағынан дұрыс санайды, өйткені адамзат расында да түк білмейді ғой, топас қой, 99%. Сондықтан енді оларды көтіріп емес, ол жағы шындық. 5-ші буынмен аяқталады, тек роботтар қалады әлемде дейді. Иә, қазақ 5-ші буынмен аяқталады, болды сонымен. Роботтар қалай болады, сол бүкіл әлемді құртады. Роботтарға өсімдік, жан-жануар керек емес. Сондықтан қазір жер бетін дүние жүзін олар бітшін шығарып жатқан үшін сол бәрін өртеп, жануарларды қырып, бойняларды салып, әдейі істеп жатыр. Бірақ оған рұқсат беріп отырған адамзаттың өзі. Адамзаттың өзіне ұнайды сондай өмір. Ұнайды өздеріне. 99%-ына. Біз сияқтыларға ұнамайды 1%-ына, ал қалған 99-ына ұнайды. Сондықтан бұл жерде де әділет бар. Иә, дұрыс қой. Сәлеметсіз Жанерке. Не ұнайды, сонда өмір сүресін. Доза ұнаймын, дозақта өмір сүресін. 6-шы саты балаларды келеді дейді ғой.
Олар келіп жатыр, бірақ оның келгеннің не пайдасы бар? Пайдасы жоқ, біз көрмейміз ғой. Ондай балалар пайда болды дейді, одан кейін жоқ болып кетеді. Иә, бұрынғыдай табиғат жоқ қазір дейді жаңа. Оңтүстік пен батыста сауатсыз радикалдар өте көп екен ғой дейді Кука. 99% топас. Мен сізге айтып отырмын ғой. Оларға ештеңе түсе алмайсыз 99%-ны. Темір дәуірі деген сол роботтар болды ғой дейді. Иә, оқиза. Әлемдегі 7 керемет туралы айтсаңыз дейді. Оның бәрі жоқ болып кеткен 7 керемет. Жалғыз-ақ кереметі қалған ол ана пирамида, Гизадағы пирамидалар, Мысырдағы. Трансформер киносында Кибертрон деген темірден жасалған планета бар роботтар тұратын дейді. Иә, сол ғой. Бұлардың киносын қараңыздар, фантастикасын. Соның бәрі, ол рас бәрі. Солай келтіреді. Иә, ақиқат Кука. Жоқ, сіздер әділеттік жоқ дейсіздер, негізі бар. Ол мына 99% адамдар өздеріне ұнайды сондай дозақта өмір сүру. Сондықтан осылай әлем. Егер мысалы 99%-на жақсылық ұнаса, жақсы болар бәрі. Сәлеметсіз бе, қалай? Неге жаратушы бермейді бақты, адамдардың бәріне бақты? Өйткені ол көріп тұр, ниеттері, өздері тілеп тұр сондай құл болуды. Жарайды, құл болып отыра беріңдер дейді, араласпайды. Дұрыс жасайды. Супергеройлар, олар сол аналардың жасағаны көбі. Мен сізді алғаш көргенде бірден қызықтың, бақылап қарап жүрдім, көзім ашылып қалды дейді Жанар. Рахмет сізге. Тәж-Махалда 7 кереметке кіреді ғой, ол туралы не ойлайсыз дейді. Иә, 7 кереметке кіреді, ол қасиетті жер. Менің ойымша оны да құртады. Өйткені олар қасиеті бар жерлердің бәрін құртып тастады бүкіл әлем бойынша. Ең көп нағыз қасиетті жерлер ана Ирактың жерінде болатын кезінде. Қазір біз әуелі атында білмейміз, не болғанын ол жерде. Мыналар құртып тастады. Мен телеграм каналыма тіркеліңіздер, көп ақпарат аласыздар. Сол жерде мен әртүрлі бөлісем, неше түрлі қызық нәрселермен. Иә, Тәж-Махал ол махаббаттың бейнесі, оны олардан құртқысы келеді, бірақ әзірше ойлайды, егер үйтіп ананы құртсақ, біздің билеп отырғанымызды анық біліп қояды деп. Сондықтан олар қу. Олар уақытты күтеді, керек уақытын. Сосын құрта салады. Соғыс ұйымдастыра салады. Мен кінәлі емеспін, бомба түсіп қалды дейді, болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде олар Дрезден қаласын жермен жексен қылды. Дрезден деген Европадағы расада сиқыр беретін храмдары бар, не болды, шіркеулері бар. Ең алғашқы күшті шіркеулері бар. Ең алғашқы күшті